Сәлеметсіздер, мен бүгін сіздерге осындай көкқиқаз ойыншығының түрлі жолын көрсететін боламын. Фламинго деп аталады орысша, қазақша көкқиқаз. Мен осындай бір бөліктерін тік қойдым. Аяқ жағы менде мынау қанат жағы болады. Енді дәл осыны біз гекаласын беретін боламын сіздерге. Дәл осылай қолмен сызылған гекаласы. Ал видеосын мен сіздерге тігілу жолын тегін көрсетіп отырмын. Гекаласы ақылы түрде болады. Бір размері 500 теңге болады. Екі размер 1000 теңге болады сонда. Дәл қазір енді осыны тігіп көрсетейін сіздерге. Мен осындай көкқиқазды осындай ақ жерін осындай лазер велюрдан тіктім. Партерный пердеге арналған мата бұл. Ал енді мынандай тұмсығын мен осындай королевский велюрдан кесіп алдым. Сіздер енді өз еріктеріңіз матовый велюрмен де тіксеңіздер болады. Мынандай табандарын мысалы королевский велюрдан кесіп алдым. Осындай сары цветтен. Тұмсығын мына жері матовый қара велюрдан енді тігіп бастап сіздерге көрсетемін. Гекалада осындай бөліктері болады. Гекала менің өзімнің қолыммен сызылған гекала. Гекаланы өзімнен алғандарыңыз дұрыс. Өз сабағым болғандықтан өзімнен алыңыздар. Енді дәл осыны мен мынау тұмсығын басынан бастап тігіп көрсетейін сіздерге. Қалған жерлерін осылай ретімен көрсететін боламын. Мынау бізде дене бөлігі астыңғы жағы болады. Бізде мен мына жерде арқа деп жазып жүрмін. Алтауқақта түзететін боламын гекаладан. Мынау аяқтары, мынау денесі, мынау қанаттары. Қанаттарының өзі арасына синтепон салып тігіледі, оны да көрсететін боламын. Енді бастап тігіп көрсетейін. Жаңа айтқанымда мен бұны мынау тұмсығынан бастап тігемін. Енді міне осындай лазер велюр. Сіздер өз қалаған маталарыңыздан тіге беріңіздер. Флис матасынан тіксеңіздер де болады. Мына жерге гекалада көздің орны белгіленеді. Соны осы жерге сыртынан белгілеп кетесіздер көздің орнын. Енді ең бірінші біз мынандай бөлігі болады гекалада. Қарамен тігесіздер, қарамен деп жазып қойғанмын гекалада. Дәл сол бөлігін тігетін боламыз. Бізде осылай келу керек. Түгін төмен қаратасыздар ғой, білесіздер. Енді осыны мына жеріне тігіп аламыз. Дәл осылай келтіріп, енемен түйреп алсаңыздар болады. Дәл осыны ортасынан бір түйреп алайын мен. Тігіп алдым енді. Осыны лапка бойымен тігіп шығамын. Тұмсығын тігіп алдым, қара жерін. Енді мынау ең ұшын тігеміз, тұмсығының ең ұшын. Бұны да тура осылай қоясыздар. Дәлме-дәл қойып. Лапка бойымен тігіп шығасыздар. Неке бір жағын тігіп алдым. Дәл осылай енді сіздер мынау екінші жағында тігіп аласыздар. Тура осылай міне. Оны мен сіздерге көрсетпей қояйын, мінекей. Дәл осылай тігіледі. Ойық жағы төменге қарайды. Мына тұмсығын ұшына тігесіздер. Тура мынаны қалай тіктім, тура солай тігіп аласыздар. Енді екінші жағында тігіп алдым. Айтпақшы, мен гекала сыртына ешқандай да артығымен берген жоқпын. Гекаламен дәлме-дәл кесіп алдым. Егер сіздер мынау алды болады. Егер гекалаға сыртына берем десеңіздер, сыртына 1 сантиметр бере беріңіздер. Өйткені мынау өте жіңішке болады. Кішкентай размер шығады. Тігілу сіздерге қиындау болады. Әсіресе үлкен аталарға сіздерге тігу қиынырақ. Сондықтан да мынау гекаланың сыртына 1 сантиметр беріңіздер, немесе 0,5 сантиметр. Сонда тігілу оңайырақ болады. Мынау аяғының тігудің өзі оңай емес. Мына аяқтың өзін тігу. Өйткені бізде гекаламен бірде тігіп отырмын ғой мен қазір. Егер гекаламен бірде тігетін болсаңыздар, өте жіңішке, тігу сіздерге қиынырақ болады. Сондықтан да гекаланың сыртына 1 сантиметр беріңіздер, 0,5 сантиметр немесе 1 сантиметр бересіздер. Енді мен қараңыздар, жаңағы екеуін тігіп алдым ғой неке. Енді осы екеуін айналдырып тігіп шығамыз. Былай қараңыздар. Барлығын көрсете бермеймін сіздерге. Мынау бастан айналдырғаннан былай айналдырып мынау аяққа дейін тігіп шығасыздар. Бас жағын көрсетемін, қалған жерін енді ол енді ұғынықты деп ойлаймын сіздерге. Міне тура лапка бойымен тағы да тігіп өтеміз. Мынаны түйреп алыңыздар, айтпақшы, мен қазір түйреп көрсетейін сіздерге, мінекей. Әр жерінен бір түйреп отырыңыздар. Сол кезде немене ойыншықтарыңыз дәлме-дәл өз размерінде шығады. Әсіресе мынау жерлер бір-біріне дәл келсін. Ненің тігістің арасын ашып барып, не қараңыздар, мынау бір-біріне дәл келу керек. Орнынан жылжымай, дәл осы жерлер дәл келетін болсын. Қарасы қара жеріне, несі сары жеріне келіп тұру керек та. Осыған өте мән беріңіздер тіккен кезде. Себебі ойыншықтарыңыз дайын болған кезде, егер осы жер тура келмейтін болса, онда сіздерде немене ойыншықтарыңыз әдемі көрінбейтін болады. Сол үшін де дәл осы жерлерін бір-біріне дәл келтіріп
тігуге тырысыңыздар. Дәл осы лекаланы мен дельфин сабағын алған жандарға 2 размерде тегін беретін боламын. Сондықтан дельфин сабағын алатын болсаңыздар, ол да менің жаңадан шыққан сабағымның біреуі. Сіздерге дәл осы лекала 2 размерде бонусқа тегін берілетін болады. Ал былайынан сабақ алмаған жандарға оның 2 размері 1000 теңге болады. Бұл да менің жаңа сабағымның біреуі. Сондықтан да бұны мен тек мынау дельфин сабағында бонусқа тегін беретін боламын. Дәл осы әп-әдемі дельфин сабағы 2000 теңге. Дәл осының сабағында мынау қоқиқаз фламинго лекаласы 2 размерде тегін берілетін болады. Осы дельфин сабағын алып тігіп бірінші болып табыстап қалыңыздар. Ол да өте әдемі болып шығады. Аузы бар дельфин сабағы. Ол жерде сіздерге сабағында 3 размерде лекаласы берілетін болады. Осы размер және де тағы 2 размері берілетін болады. Бұдан да үлкен размер бар. Қазір сіздерге көрсетіп өтейін. Ең үлкені осы размер болатын. Өте әдемі болып шығады. Дәл осының сабағында мына дәл осы фламинго лекаласы тегін беріледі бонусқа. Менің дельфин сабағымды алып үлгеріп қалыңыздар. Дәл осылай мінекей айналдырып тігіп шығасыздар. Осыдан бастап тұмсығын бәрін айналдырып тігесіздер. Мінекей мына 2 қара қосылған жеріне келдік. Арасын ашып, өте мұқият болыңыздар. Осы жерде қара тігістер бір-біріне келсін, сосын кейін тура лапка бойымен тігесіздер. Дәл осыны тағы бір айналдырып тігіп шықсаңыздар болады. Сол кезде ойыншықтарыңыз ішіне қалапай бір салған кезде тігістері көрінбей әдемі болып тұратын болады. Міне енді дәл осылай тігіп алғаннан кейін не істейсіздер? Мына тігіске жеткізбей дәл осы жерлерін осылай қиып жібересіздер. Барлық жерінен осылай қиып шығыңыздар. Себебі бізде бұл созылмайтын мата болғандықтан тартып кетеді. Флис матасынан тіксеңіздер де өте әдемі шығады. Дәл мынау жерін қиюларыңыз керек. Бұл жері тартып кететін нағыз осы жерлері. Дәл осылай барлық жеріне беріп шығасыздар. Дәл осы фламингоның басқа түрлері болуы мүмкін. Пинтересте басқа жерде дәл осы лекала ешқандай жерде жоқ. Мен бұны қолыммен сызып шығардым. Сондықтан дәл осы лекаланы Пинтерестен де қарап көрсеңіздер болады. Бірақ басқа түрлері бар ол жерлерде. Мынау менің өзімнің қолыммен сызылған лекала. Алып тігіп алыңыздар. Енді не істейміз? Осылай теріс айналдырып аламыз. Мынандай бір шүкірзаттың көмегімен айналдырып алыңыздар. Флис матасынан тіксеңіздер, ол мата созылмалы мата ғой. Өте әдемі болып шығады одан да. Енді мендегі қолдағы бар мата, сонымен сіздерге көрсетіп жатырмын. Мынандай бір шүкірзаттың көмегімен итеріп былай шығарып аласыздар. Ақырындап жығылып кетпесін. Мына кіші размер болғандықтан осындай мойны өте тар болады енді. Лекаланың сыртына беріңіздер. Ал мен сіздерге 2 размер беремін. Үлкенін тіксеңіздер болады. Дәл қазір мен сіздерге ең кіші размерді тігіп көрсетіп отырмын. Сіздер ең үлкенін тігіп алыңыздар. Тез оңай тігіледі үлкен. Өйткені размер үлкен болады ол жерде. Қазір тігіп болғаннан кейін мен сіздерге өлшеп көрсетейін бұны. Шашуға арналған әдейі кішкентай размермен шығардым мен бұны. Мысалы дельфинде де солай кіші размермен шығарып отырмын. Мысалы корзинаға салғанға сіздерге мысалы арзан ойыншық керек, арзан ойыншық бер десем, мінекей дәл осы дельфинді бере аласыздар. Өте әдемі болып шығады. Бұның бағасы мысалы сіздер жаңа ешкімде жоқ ойыншық болғандықтан 2,5-нан берсеңіздер болады, 3000-нан 2,5-нан берсеңіздер болады. Одан төмен білмеймін, ондай ойыншықтар жоқ болғандықтан дәл қазір жақсы бағада сатып табыс тауып қалыңыздар. Мен тұмсығын шығарып келе жатырмын. Енді дәл осы ойыншықтарда ешқандай жерде жоқ деп ойлаймын. Аққу бар менде мысалы 500 теңге лекаладан. Сонымен қосып анау шашу корзиналарға салсаңыздар болады. Мынандай бір шүкір отвертканың көмегімен ұштарын шығарып аласыздар осылай. Қазір синтепух салған кезде бұл өзі жазылатын болады әр несі. Пока осылай шығарып қоясыздар ғой. Дайындап алдым. Енді денесін тігеміз. Міне тұмсығын дайындап қойдық. Мына жерге біз көзін артынан жабыстыратын боламыз. Енді бізде мынау алдыңғы денесі болады. Лекалада ол мынандай бөлшек болып тұрады. Дене алда бір штук деп жазылып тұрады. Енді не істейсіздер? Дәл алдын бізде мына жерде матаға пішкен кезде, салған кезде сіздер мына жерін жабық қылып қиястар мынандай матаны кесіп тастап жүрмеңіздер. Бүтін қылдырып барып, дәл осы жерін, вытяжка түскен жерін тігіп аламыз. Былай. Ол жағынан бастап тіккім келіп тұр менің. Сызған жерлеріңізбен дәлме-дәл тігіп алыңыздар. Енді мына тұрған артық жерді кесіп тастасақ та болады мінекей.
тағы бір рет жүргізіп қойсаңыз да болады, себебі сөгіліп кетпес үшін оның бәрі. Алдын тігіп алдық. Бұл бізде алды болады. Енді екі жанын тігеміз. Дәл осыған екі жанын тігуіміз керек. Бізде міне екі жан осы жері, мына жерде ортасына мынандай белгі жасап кетесіздер. Ол екі алада бар. Бұл жерге қанат тігіледі. Мынау менің белгілеп кеткен жеріме ішкі қанат және сыртқы қанат деген болады бізде. Мынау ішкі қанаттың осы жерге тігілетін жері. Мен сіздерге оңай әдіспен көрсетемін қазір оны. Мынау бізде сыртқы қанат. Сыртқы қанат болады. Мынаны былай көрсете салайын сіздерге. Мінекей осылай тігілетін орны, мына жердегі домалақ не орын десеңіздер, мына тесік болады неде рекалата, соны осы жерге белгілеп сап кетесіздер. Бұл жерге тура осы белгі саған жерлеріңізге қанат тігілетін болады. Енді дәл қазір осы алдыңғы жағымен екі бүйірін тігіп көрсетемін. Мынау бізде денесі жазылып тұрады сіздерде өзге денесі деп. Мынау алдыңғы жағы, жаңа айтып өттім ғой. Енді біз не істейміз? Осы екі алдына мынау екі жанын тігіп аламыз. Ол бізде былай тігіледі. Қараңыздар, алдыңғы жағына тігіледі. Мынау құйрық жағы болады. Құйрық жағы. Соған осыны осылай екі жанын тігіп аласыздар. Былай келтіріп осы екі жанын тігіп аламыз. Былай құйрық жағы артына қарайды. Былай дәлме-дәл келтіріп аласыздар. Инемен түйреп алыңыздар дәл осы жерді. Себебі жылжып кетеді. Былай түйреп алып тігіңіздер. Шына жеткізбей тіксеңіздер болады. Осы жерден бір 0,5 сантиметр қалтырып, себебі қазір біз екінші астыңғы жағын жалғаймыз бұл жерде. Сондықтан пока осылай қалтыра тұрасыздар. Мынау шетін тағы да не істейсіздер? Кесіп қоясыздар осылай. Тікіске жеткізбей қиып алыңыздар. Сосын кейін мен мынау неде лекалада каждыйын көрсетіп отырамын. Мына жерде аяқ тігілетін жер деп солай жасап көрсетіп отырамын. Соның барлығын белгілеп отырыңыздар дәл осы жерге. Міне мына жерде мен мысалы белгілемей кетіппін. Негізін белгілеуім керек еді. Қателігім сол, белгілемей кетіппін. Аяқтың тігілетін жері бар осы жерде. Анау екіншісіне белгілеген болуым керек. Мен дәл осы жерде мысалы аяқ тігіледі. Мынада белгілеген ғой, мынау астыңғы жағына белгілеп кеткен. Бұл бізде астыңғы жағы болады. Дәл осының астына тігіледі былайынан. Мынау екеуі бірге келіп, қараңыздар. Мынау ұшы сүйір жағы, мынау құйрық жағына кетеді. Бұл асты бізде. Енді мен мынау екінші жағын тігіп алайын. Не бір жағын тігіп алдық қой. Енді мынау екінші жағын тігіп аламыз. Дәл осыған. Ұшынан бастап астына қарай жібереміз. Тағы да осы жерден бір түйреп алайық. Инемен бір-екі рет түйреп алсаңыздар болды ғой. Ары қарай соны айналдырып, формасын келтіріп тігіп кетесіздер. Бас жағы маңызды, себебі ол ең бас жағы жылжып кетпеу керек. Сол үшін түйреген дұрыс. Тігіске жеткізбей кесіп жібересіздер. Дәл осылай. Екі жағында тігіп алдым, қараңыздар. Қалай тігілгенін көрініп тұр деп ойладым сіздерге. Міне дәл осылай тігіп аласыздар. Енді не істейміз? Біз енді осының астыңғы бөлігін тігеміз. Астыңғы бөлігі ол бізде мынау, мен арты деп жазып қойыппын. Арт жағы дене арты бір штук деп жазып қойыппын. Аяқ тігілетін жерді белгілеппін. Міне қараңыздар, аяқ тігілетін жерді сіздерде дәл осылай белгілеп кетесіздер. Мынау лекаланы қойып, теріс жағынан былай белгілеп жібересіздер. Ол жерге тура аяқ тігілу керек. Енді бұл бізде астыңғы жағы болады. Арты деп жазып қойған ғой, негізі асты бауыры ғой. Енді солай жазған ғой. Оны былай үшкір жағын алдына келтіріп қоймаңыздар. Үшкір жағы бізде мынау құйрығына кетеді. Құйрығына кетеді. Міне құйрығына осылай дәлме-дәл келеді да, ол міне астыңғы жағынан алдыңғы жағына келеді. Мынау алдыңғы жағына тігіледі. Мынандай төртбұрышты жағы, мынандай түзу сызық жағы осы алдына тігіледі. Алдыңғы мынаған тігіледі. Вытяжка бар жерге. Сол кезде мынау екі аяқ тігілетін жерлер, сызықтар бір-біріне дәл келу керек. И мына жағын қараңыздар. Мына жағы мына жерге келеді. Мынау үшбұрыш жағы құйрық жағына тігіледі. Үшбұрышқа барып тігіледі. Енді дәл осы жерін тікпес бұрын мына жерде бізде аяқтың орындары тұр ғой. Мына жерде аяқтың, екі аяқтың орны тұр. Мен осындай аяқ тігіп алған болатынмын. Дәл осыны алдына қаратып тігіп кетуіміз керек біз. Былай алдына қаратып. Мынау аяқ бізде осылай қарап тұру керек қой алдыңғы жағына. Бізде алды ғой. Сондықтан аяқты осылай мынасын үстіне қаратып тігіп шығуымыз керек. Ол үшін бірінші мен сіздерге мынау аяқты тігіп алған болатын. Осы аяқты тігіп көрсетемін. Лекалада бізде осындай аяқ болады. Міне осындай астыңғы жағы болады. Осындай бөліктері болады. Мынау сирақ бөлігі біздегі мына жері, а мынау табан бөлігі. Енді не істейміз? Біз осыларды бір-біріне тігіп алуымыз керек. Бірінші мынау
табан бөлігін тігеміз. Ол үшін мына сирақты аласыздар да, не істейсіздер, мына жерде мына тұр ғой, мынау үстіңгі беті ғой, мына жерде осы үстіңгі беті бізде, соны осылай тігіп аласыздар. мынаған былай келтіріп жоғары қарай қаратып, мына тура ұшын мына ортасына келтіресіздер. мына жерде мына ортасын былай екіге бүктеп, мына ортасын белгілеп алыңыздар. міне ортасы, осылай ортасын белгілеп алғаннан кейін мына жердің де ортасын осылай белгілеп аласыздар. Енді не істейміз? Дәл осы ортаға, енді мынау дәл ортаға, осы ортаға мынау сызық белгілеген жерді әкеліп, міне ашып тұрып, ойық мынандай несін тігіп аласыздар. ойық мына жерде тесігі бар жерін дәл осылай мына ортасынан бастап мына екі шетіне қарай тігіп аласыздар. екі жағын бір-біріне келтіріп, міне былай дәл ортасынан бастап тігемін. міне қазір осы жерде өте мұқият болыңыздар. қиын жерлерінің біреуі табан тігу. асықпай бір жағын тігіп алдым, қараңыздар. Енді екінші жағын тігемін. міне бір жағы тігілді ғой, енді ортасынан былай қарай тігілу керек, былай қарай. мына жері артық болып тұрады, мына жері. Оны біз мына екеуін қосамыз қазір. Көрсетемін сіздерге. Тағы да ортасынан бастап тігемін. міне осылай тігіп алдым, астыңғы жағын осылай айналдырып тігіп шықтым. Енді дәл осы жерлерін тігіске жеткізбей тағы да қиып өтеміз осылай. Неге енді мынау, бұл бізде үстіңгі жағы болса, міне дәл осылай. Мынау астыңғы жағы ғой. Мен бір-біріне осылай беттестіріп алып, мынаны айналдырып тігіміз керек мына жерге. Ол үшін енді бірінші біз мына жерден бастап тігіп шығамыз былай. Сирағын тігіп аласыздар былай. Бір-біріне беттестіріп, лапка бойымен тігіп өтеміз. Тігіп алдым. Былай мына жерге дейін. Бұл бізде сирағы ғой. Енді қараңыздар, дәл осылай тігіп алдым ғой. Енді дәл осыған мынау бөлікті былай айналдырып тігіп шығасыздар. Қараңыздар. Осылай айналдырып тігіп шығамыз. Мына бөлікке. Табан бөлігіне осыны тігіп шығасыздар. Келтіріп алыңыздар әбден енді. Бұны тігу оңай емес енді. Негізі дәл осыны қолмен тігіп алсаңыздар болады. Қолмен тігіп, инемен тігіп алып, сосын барып тіктетсеңіздер болады. Анау менде өте тайғанайтын мата. Бас жағына дәлме-дәл келтіріңіздер. Дәл осылай келтіріп алып, тігіп шығуымыз керек. Енді мынау тайғанайтын мата болғандықтан мен қазір осыны инемен тігіп шығамын, қолмен. Себебі мынау менде королевский велюр матасы өте тайғанақ мата. Сондықтан осылай тігіп алып, тігіп шығамын. Міне қараңыздар, табан бөлігін айналдырып қолмен тігіп дәл осылай. Енді осыны машинкада осылай айналдырып тігіп шығатын боламын. Ол үшін мынандай бір шетінен бастаймын, қараңыздар. Міне қараңыздар, машинкамен айналдырып тігіп шықтым. Енді не істейміз? Дәл осы мынау қиылысқан жерлерді осылай тағы да қиып шығасыздар. Әсіресе мынандай ұшын кесіп жіберіңіздер. Қиылысқан жерлерді. Міне дәл осылай. Кесіп алдым. Енді айналдырып көреміз. Бұл айналдыру өте қиындау болады енді. Себебі кішкентай размер деп айттым ғой жаңа. Іші тар болады. Енді осыны бір үшкір заттың көмегімен айналдырып алуға тырысасыздар енді. Үлкен размер тіккендеріңіз дұрыс. Мен сіздерге кішкентай размерден бастап тігіп кеттім. Мен сабақты бастап тігіп қойғаннан кейін до конца тігіп көрсетемін. Мынандай бір үшкір заттың көмегімен айналдырып аламыз барынша.
ұштарым не арт жағы дәл осылай болып шығу керек. Аяғы. Енді не істейміз? Мынандай бір үшкір отвертканың көмегімен ұштарын шығарып алайық. Мына ұштарын. Міне. Осылай. Ең ұшын шығарып алыңыздар. Мына лапкасы ғой былай. Өте әдемі болып шығады. Тігілу оңай негізі. Бір қолдарыңыз үйреніп алса болды, одан кейін әрі қарай уже алып кетесіздер. Өте әдемі болып шығады. Енді дәл осының ішіне мынаған толтырғандай синтепух салып толтырамыз. Ол үшін синтепухты қазір немен салатындарыңызды көрсетемін. Бүйтіп тартып қояйық. Кесіп матасынан тіксеңіздер, созылатын матадан. Ол созылатын мынандай кішкентай размер. Енді мынандай қалапай бірден немесе синтепухты аласыздар да не істейсіздер? Мынаның ішіне бүйтіп аздап тығып салатын боламыз. Мына шетін бүйтіп кішкене қайырып алыңыздар. Ауыз жағын ыңғайлы болады сол кезде салуға. Енді осыны мынандай бір сөккіштің көмегімен итеріп былай жайлап салып бастаймыз. Не? Өсіп салсаңыздар кетеді өзі. Мына жерінде мынандай итеретін несі бар ғой бұны. Байқаңыздар, матаны жырып тастап жүрмеңіздер, итеріп салды ғой деймін. Енді бұны аздап салып алдық қой. Аздап салып алдық. Енді оны әкелеміз де итеріп отырып, мынау бастарын толтырып аламыз әуелі. Не? Бұрыш-бұрышына жеткізіп, мынаны лапканы тұмсықтарына салып алайық әуелі. Осы жерді толтырмасақ болды бізге. Тағы да аз-аздан алып, жаңағыдай. Мына жерден тағы да мындай сөккіштің көмегімен итеріп отырып кіргізіп жібересіздер. Оп-оңай кіретін мынандай сөккіштің көмегімен. Көрдіңіздер ме? Ыңғайлы әрі. Осылай етіп, мынандай бір үшкір заттың көмегімен басына жеткізіп аласыздар осылай. Енді бұл бір ювелирный жұмыс болып кетті. Кішкентай размер болғандықтан таза бір ювелирный жұмыс болып кетті ғой. Зато әдемі өтімді ойыншықтардың біреуі болады сіздерге осыны. Тігіп алатын болсаңыздар. Үлкен размерді тігіп көріңіздер. Мынау қиын, кіші размер десеңіздер. Мінекей тағы да салдым. Бас жағын, неғұрлым бас жағын толтырып алыңыздар. Табан жағын толтырып алайық. Міне толып қалды меніңше. Енді тағы біраз салам да тігіп көрсетемін қазір. Бір кішкене салып алайын тағы да. Міне осылай бас жағын толтырып алыңыздар. Мынау жанын, мынау артын бәрін толтырып алыңыздар. Енді не істейміз? Дәл осы мынандағыдай сызық салуымыз керек. Мына жерден бүйтіп табанның сызығын салуымыз керек. Ол үшін машинканың тігістің шағын 5-ке қойып аласыздар. Ең үлкеніне қойып аласыздар тігістің шағын. Сөйтесіздер де мына жерден былай сызық салып түсіріп тігесіздер. Егер мына жерден мен шатсам десеңіздер, мынандай мейілма бір нәрсенің көмегімен енді өшіп кететін ручка болсын, осылай сызық жасап алыңыздар. Мінекей. Мынау ұштан аласыздар ғой, мына жерде өзі ойық тұр ғой. Содан осылай екі сызық жасай саласыздар. Ол оп-оңай. Енді міне өте қалың болып кеткен сияқты. Енді менікі де сонда да абайлап тігуге тырысыңыздар. Закрепка беріп кішкене болады. Міне бір жағын тігіп алдық. Екінші сызығында дәл осылай тігіп алыңыздар. Бір сызық тігілді бізде уже. Енді мынау екінші сызығын тігейін. Екі сызығын да тігіп алдым. Неке осылай болып шықты. Бұл бізде аяқ бөлігі, табан бөліктері. Неке табаны. Қараңыздар. Осылай болып шықты табаны. Енді мынаның ішін толтырып тастаймыз. Болды ғой бізде мына жері. Дәл осы жеріне мына жерін мына ұшына дейін толтырып келеміз. Міне мен толтырып алдым. Осы жеріне кішкене қалдырдым салмай. Енді дәл осы жерін тігіп жіберетін боламын былай. Бізде арт жағы шетін тігіп қоямыз. Ыңғайлы болу үшін қазір. Шетін тігіп алдым. Міне бізде осындай
2 аяқ дайын болды, қарап тұрсаңыздар. 2 аяғы. Енді осыны жаңағы тіккен денемізге тігеміз. Бұл бізде жаңа айтып өттім ғой, мен осылай тіктім, астыңғы жағын салып жатқан болатын. Міне. Енді дәл осы мына жерге тігіліп кету керек. Алдыңғы аяқтар ғой бұл. Бүйтіп алдына қарап тұрады. Былай тұрғанда міне алдына қарап тұру керек бұл. Алдыңғы 2 аяқ болып алдына қарап тұрады. Сондықтан енді оны біз осылай тігеміз. Мына жерден белгілеп кеткен мен міне аяқтың орындарын. Енді былай үстіңгі жағынан да көрсетейін сіздерге, белгілеп алып мынандай. Міне қараңыздар. Мынау үтік дегенде өшіп кететін ручкамен. Мына жерде бізде лекалада орындары болады, аяқтың орны деп тұрып жазып кеткен, соны белгілеп аласыздар мына жерде. Матаға да түсіріп отырыңыздар, мен әдейі салып қойған. Мен енді жаңа айттым ғой, аяқ осылай алдына қарай тұрғандықтан мен оны осылай тігемін. Бірінші аяқты тігіп алайық, аяқты тігіп алғаным дұрыс. Шамамен осылай тігіп аламын. Енді мынау екінші аяғын тігемін. Тура жаңа белгілеген жеріме қоямын. Екі аяқты тігіп алдым. Осылай тұру керек 2 аяқ. Енді мынау астыңғы жағын тігіп кетуім керек, қараңыздар. Астыңғы жағын. Мынаны ішіне қарай жібереміз. Бас жағынан бастап тігіп келе жаттым ғой. Сол жерден бастап астыңғы бөлігін бауырын тігіп аламыз. Тігіп алдым. Міне осылай болып тігіледі. Мынау астыңғы жағы, мынау алды, мына жерде вытяжка түскен жері алды болады. Оның астынан мынандай бауыр бөлігі тігіледі. Не істейсіздер, осының ішіне қарай саламыз да, енді қараңыздар. Мынау жерден енді былай қарай тігіп кетеміз мынаған дейін. Мынау бұрышына дейін тігіп тұрамыз. Жаңағы жерден міне. Мына жерден тіктік қой біз. Содан енді жалғастырып былай қарай тігесіздер. Дәл осы жерде тағы кесіп өтіңіздер. Енді мынау екінші жағын тігеміз. Міне қараңыздар, былай тігіледі. Былай айналдырып тігіледі. Бұрышына келеді. Бұрышына дейін тігіп алдық. Міне қараңыздар. Алдыңғы жағы, мынау арт жағы. Енді мынау мойнына дейін тігіп келеміз. Мына жерден уже бізге мойын тігіледі. Енді біз мынау артын тігеміз, құйрық жағын тігіп өтеміз. Мына жерін тігіп алдық қой, уже қараңыздар, келтіріп. Енді осы жерін тігеміз. Ол үшін тағы да ішіне айналдырып алайық. Ішіне айналдырып аламыз. Дәл осы жерден тікпей қалдырып кетеміз. Себебі біз ол жерден айналдырып алуымыз керек, сол үшін дәл осы жерден орын дайындап кетемін қазір. Енді шамамен былай белгілеп кетемін. Қалапай бір салатын жер. Жағынан белгілей салайық. Тікпей қалдырамын деп. Енді қараңыздар. Мына жерге дейін тік келдік қой, енді былай қарай тігіп өтеміз. Екі ортаны тікпей қалдырасыздар. Мына жерден қалапай бір салатын боламыз.
Енді бізде мойын бөлігі қалды. Қараңыздар. Мына мойын алдына қарап тігіледі бізде. Былай. Енді не істейміз? Ол мойынды тігу үшін біз былай ішіне саламыз. Мойынды ішіне салайық. Мынау алдыңғы жағын қарабаңыздар. Мына тұмсық енді алдына қарау керек қой. Соны осылай саласыздар да, не істейсіздер? Мына бір үшкір жерін, тура мына вытяжка түскен жер бар ғой ортасында. Тура соған дәлме-дәл келтіресіздер былай. Тура дәлме-дәл келу керек. Төш жағы ғой енді. Былайша айтқанда. Енді не істейсіздер? Дәл осы жерді түйреп алып, немесе тігіп жіберіңіздер. Дәл осы жерде менде енді өте кішкентай размер болғандықтан тігіске дәлме-дәл түсу үшін мен қолмен іліп аламын осы жерді. Қолмен іліп тігіп жіберемін. Себебі бұл өте кішкентай размер. Қайтсе де жылжып кетеді. Сондықтан мен осыны дәл осылай біріне бірін келтіріп алып, тігіп өтемін. Енді мен мойын жағын қолмен тігіп алдым. Енді дәл осыны машинкада тігетін боламыз. Сол үшін мен қазір мына бір шетінен бастап тігіп көрейін. Тура лапка бойымен тігесіздер. Мына жерде вытяжка салған жер бар. Тігіп алдым. Көріп тұрғандарыңызда енді не істейсіздер? Дәл осы жерден де тігіске жеткізбей, мінекей. Әр жерден бір кішкене қиып жіберіңіздер. Тартып кетпес үшін. Бізде мына мойын жағына да әсіресе қиып жіберу керек. Енді мынау жаңағы орын қалдырдық қой ашық жер, сол жерден айналдырып шығарып аламыз. Бізде уже ойыншығымыз дайын болып қалды. Енді қалғаны бізде тек қана қанаттары. Қанаттарды мен қолмен тігетін боламын. Қазір оны тігіп көрсетемін сіздерге. Қай жерге тігілетінін барлығын көрсететін боламын. Міне. Бізде осылай тігісіне тура дәл келу керек. Арқа тігісі болсын, артқы тігіс болсын, мінекей. Дәлме-дәл келіп тұр. Мына бізде құйрық жағы. Дәл осылай болып тігілу керек. Енді мына жерге бізде қанат тігілу керек, екі жағына мына жерге. Ол қанатты қалай тігеміз, мен қазір сіздерге көрсетемін. Менде мына бір қанат дайын тұр, мінекей уже. Қанатты дәл мына жерге, осы жерге тігіледі деп белгісін салып қойғанмын. Сол жерге тігетін боламын ол қанатты. Осылай болып тұрады қанат. Енді не істейміз? Біз мына қанатты тігеміз. Ол үшін мен мынандай мінекей ені 1 сантиметрлік синтепон алдым. Дәл соны мынау қанатына тігетін боламын. Қанатын алып, осылай бір-біріне беттестіресіздер. Дәлме-дәл беттестіріп, енді осының үстіне мынандай синтепонды кесіп аласыздар да, осының үстіне қойып тігіп шығасыздар. Былай аударып, ал екі жағына теріс жағымен тұрады қанаттарыңыз. Енді осыны мынау шетімен тігіп шығамыз. Айналдырып тігіп шықтым. Енді осылай тігіске жеткізбей тігіп шығамыз. Енді дәл осы жерден айналдырып алайық. Шығарып алдық. Қанаты міне бізде. Екінші қанатымен салыстырып көресіздер. Енді мына жердегі сызығын тігеміз. Ол үшін сіздер мына лекалада қанаттың мына сызықтарын осылай кесіп тастайсыздар. Кесіп тастап, мына жерге бұлай белгілеп кетесіздер. Бұмен өшетін ручкамен дәл осылай сызып белгілеп аласыздар. Арасын ашып тұрып былай. Сызықтарын түсіріп, сол сызықты жаңа айтып өттім ғой. Үлкен тігіспен тігіп шығасыздар. Ең үлкен тігісіне қоясыздар 5-ке. 5-ке қойып алайық, міне, қойып алдым. Енді осыны тура мынадағындай қылып тігіп шығамыз. Бір жағын тігіп алдым.
осылай кесе бересіздер, закрепка берілген себебі. Енді мынау екінші ұшын тігіп алайық. Тігіп алдық бұны да. Енді мына біздегі ішіне салған не аздау болып тұр. Қарап тұрсаңыздар, мына жерде міне томпиып қалың болып тұр ғой. Томпиып қалың болып тұрған себебі мен мына жерге кішкене тағы да синтепуктан салып жібердім. Ол қалай десеңіздер, мінекей қазір қараңыздар. Қалапай бер салсаңыздар да болады, дәл осылай. Жаңағы мынау менің көмегіммен осылай салып аласыздар ішіне. Әр сызықтың ортасына салып жіберіңіздер өстіп. Мінекей. Сол кезде ол томпайып әдемі болып шығады. Көтеріліп. Басына жіберіп әбден осылай салып аласыздар. Қанатын ығыстап салып алдым. Енді дәл осы ашық жерін көрінбейтін тікіспен тігіп тастайсыздар. Мен мынада мен тігіп қойғанмын, уже дәл осылай тігіп аласыздар. Ол үшін мен мына жерден кенені кіргізіп алып, өзі тістер жіппен тігіп шығамыз былай. Көрінбейтін тікіспен тігу дегенді білесіздер ғой. Барлығыңыз білесіздер, барлық сабақта көрсетіп жүрмін сіздерге. Бұрынғы сабақтарымды қарасаңыздар да түсінесіздер дәл осылай. Кезек-кезек екі жағынан алып тігіп шығасыздар. Міне, мен қанатын тігіп алдым, дәл осылай болып шықты. Көрінбейтін тікіспен тігіп шықтым. Екі қанаты да дайын, мінекей. Екеуі осындай бірдей болып шықты. Енді дәл осы қанаттарын мына жерде мен орын белгілеп қойдым ғой. Дәл сол жерге тігуіміз керек. Оның қалай тігетінді қазір көрсетемін. Осылай тігіп алдық қой. Енді мына жерде белгіленген жері бар. Тура сол жерлерге мынау екі қанатты тігіледі екі жағына. Енді біз әуелі бұның қанат тікпес бұрын мынаның ішін синтепукпен толтырып аламыз. Содан кейін барып қанаттарын тігетін боламыз. Сол үшін мен мына жерден жаңа артық жер қалдырдым ғой. Ашық жер, осы жерден синтепукты салатын боламыз, немесе қалапайбір саламыз. Менде қазір дәл осындай қалапайбір бар. Қалапайбірмен синтепукты араластырып салатын боламын мен. Сіздер қалапайбір немесе синтепук саласыздар ғой, ол өз еріктеріңіз. Мынау тұмсық жағынан бастап салыңыздар. Енді осының ішін барлығын салуды көрсетпей ақ қояйын. Осы бас жағын ғана салып көрсетейін. Енді қалапайбір синтепук салуды білесіздер ғой, барлықтарыңыз да. Ойыншық тігіп жүрсіздер ғой барлықтарыңыз. Сондықтан оны босқа уақытты алмай, өзімнің уақытым және сіздердің уақыттарыңызды алмай көрсетпей ақ қоямын деп шештім. Қазір бас жағын көрсетіп берейін сіздерге. Бас жағы жаңа өте жіңішке ғой. Сондықтан енді салу қиындау болады. Енді аз-аздан барып салып барып кіргізесіздер ғой енді бұл. Әуелі оны тұмсықтың ішін толтырып алыңыздар, аз-аздан салып. Тұмсықтың іші салынсын. Міне мен бас жағын толтырып алдым. Тұмсығын бәрін осылай тығыз қып толтырып алыңыздар. Қап-қап тығып. Енді мынау денесін толтырып аламыз. Дене жағын. Қалапайбір болсын, синтепук болсын, араластырып сала беріңіздер ішіне. Неғұрлым тығыз салсаңыздар, соғұрлым ойыншықтарыңыз әдемі көрінеді. Бос салсаңыздар, ол жиырылып ойыншықтарыңыз әдемі болмайды. Сондықтан неғұрлым тығыздап салуға тырысыңыздар, барынша міне осылай. Осындай отвертканың көмегімен нығыздап, барынша итеріп, нығыздап салыңыздар. Денесіне де дәл осылай нығыздап салыңыздар, басына салғандай. Толтырып. Оның барлығын енді мен сіздерге көрсете бермеймін енді. Синтепук салу әдісін білесіздер ғой, міне мойын жағы. Түгел толтырып салып шығасыздар. Сосын кейін барып қанатын салатын боламыз. Міне дәл осылай дайын болды. Енді мына жерін жабатын боламыз. Мінекей әбден толтырып алдым. Дәл осылай толтырып алыңыздар. Тығыз қылдырып. Енді мынаны көрінбейтін тікіспен тігетін боламыз.
Осы мына жерден бастап тігейік. Жіпті өз түстес жіппен 4 қабаттап алдым. Енді тігіп шығамын. Дәл осылай аяғына дейін тігіп шығасыздар. Міне енді мен дәл осылай көрінбейтін тігіспен жоғары жағын тігіп алдым. Енді дәл осы жерге белгіленген жеріне қанатын тігіп аламыз. Ол үшін қанаттарды мен жаңа осылай тігіп қойдым ғой. Міне өз орнымен тура осы жерге дәлдеп орнына қойып аласыздар. Тура осылай тігілу керек. Енді не істейсіздер? Дәл осыны инемен түйрей тұрасыздар. Былаймыз. Қазір осылай болады қанатты. Енді не істейміз? Алдыңғы менің сабақтарымда аққу сабағын қарасаңыздар, қалай тіккені көрсетілген. Дәл солай көрінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Айналдырып. Инені іліп алайық. Осылай. Міне белгіленген жерімізде тігіп бастаймыз. Міне аяғынан бір ілеміз, қанатынан бір ілеміз. Көрінбейтін тігіс. Тартып осылай тігіп тастайсыздар. Ана көрінбейтін леска жіп бар ғой, сонымен де тіксеңіздер болады. Енді мен 4 қабаттап тігіп отырмын дәл қазір. Сіздер енді сол үзілмейтін жіппен тігіп тастасаңыздар да болады. Дәл осы ешқандай алынбайтын болады. Ала берсеңіздер болады уже. Дәл осылай тігіледі қанат. Екінші жағында дәл осылай тігіп аласыздар. Мынаның ішіне даже халапай бір салып көтеріп қойсаңыздар да болады. Әдемі қылдырып. Осы жерден түйіндей салайын. Дәл аққудың қанатын тіккендей тігесіздер ғой. Тура аққудың да қанатын осылай тігіп көрсеткенмін сіздерге. Мінекей. Ешқандай тігіс білінбей тұрады сонда. Міне. Қараңыздар, ешқандай тігістің ізі білінбей тұрады. Көрінбейтін тігіспен осылай тігіп тастайсыздар. Енді не істейсіздер? Мынау екінші жағында тура дәл солай тігесіздер. Енді оны көрсетпей ақ қояйын сіздерге. Мынау екінші жағда дәл осы мына өз орны тұр ғой. Сол жерге тігесіздер дәл осылай. Жағында инемен түйреп аласыздар. Лекалада өз орны белгіленген ғой, сол бойынша тігесіздер. Тура келіп тұр. Міне размер былай қарасаңыздар да, ол келіп тұр уже. Екі жақ бірдей болды. Аққудың қанаты сияқты тігіледі ғой, тура. Еш қиындығы жоқ. Жағында инемен бастырып аласыздар. Инемен ортасынан бір бастырып алыңыздар. Тігетін жерінен тағы бір бастырып алыңыздар. Тіккен кезде жылжып кетпес үшін ғой бұл. Осылай бастырып алып,
екінші жағын да дәл осылай тігіп тастайсыздар. Мына жерден бүйтіп қараған кезде міне екеуі бір бағытта тұр. Міне қанат. Артынан қарағанда да ол бір бағытта тұр, сәл кішкене түсірейік. Міне мына жерінде арасы бірдей қарап тұрсаңыздар, и алдынан қарағанда да бірдей болып тұр. Мен былай шпагат отырып алыпты ғой өзі. Мінекей осылай болады алдынан қарағанда. Турымнан тіккенде тігесіздер, енді ар жағын көрсетпей ақ қояйын сіздерге. Міне енді екі қанатын да тігіп алдық. Көріп тұрғандарыңызда енді көзін жабыстырып аламыз. Мен мынандай көз жабыстырып қойдым, міне бір жағына. Қазір мынау екінші жағына жабыстырып көрсетейін сіздерге. Ол мынандай қағаздағы көздер. Мінекей дәл осы көзді жабыстыратын боламын. Өлшеп көрсете салайын сіздерге. Где-то мінекей 1 миллиметр көздер ені. Дәл осы көзді мен Қытайдан алдыртқан болатын. Пиндош арқылы. енді сіздер Каспийден или сол Темудан сол жерден қарап көріңіздер. Дәл осындай қағазда болады. Или басқа көздерде жабыстыра беріңіздер. Мен осындай қызыл светін жабыстырғым келіп отыр. Бұл жерде мынандай сарғыш светі де бар. Мына жерін сіздер қызыл қылып алсаңыздар тіпті әдемі көрінеді. Енді мен осылай сармен жасадым. Сіздер қызыл матамен де тұмсығын қызыл қылсаңыздар тіптен әдемі болар еді. Мінекей мынандай прозрачный кристалл момент клейді жағып қазір жабыстыратын боламын. Сіздер анандай термонаклейка көздермен де жабыстырсаңыздар болады. Жаңа несін көрсеттім ғой сіздерге. Жағында астына қарай қарап тұр, мына бір ағы жері. Мен де солай қарата қояйын. Термонаклейка көздермен де әдемі болады. Осылай бір 5-10 минут ұстай тұрыңыздар. Сосын өзі жабысып қалады. Ана көздің орнын белгілеген көрініп тұр ғой, сонымен арнайы сия кетіретінмен өшіре салатын боламын. Негізін бұл жерді ручкамен сызбаңыздар. Андай бұлмен өшіп кететін ручкалар болады. Мінекей арнайы осындайлармен міне әртүрлі болады бұлар. Осындайлармен сызып алып жабыстырыңыздар. Мына жерде мен енді ручкамен сызып жібердім. Енді ештеңе етпес. Енді мен оны алдағы уақытта өшіретін арнайы мен өшіретін боламын. Мінекей қараңыздар, денесі бәрі нығыз болып, бізде осындай әдемі қоқиқазымыз дайын болды. Міне қараңыздар, табаны, аяғы міне тұрған кезде осындай болады. Өте әдемі болып шықты деп ойлаймын. Міне қоқиқазымыз осындай әдемі болып шықты. Қанаттары, көзі. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий бөлігіне пікір қалдыра кетіңіздер. Сосын қоңыраушаны басып жазылып алыңыздар. Мен алдағы уақытта жаңадан видеолар шығарған, сабақтар салған болсам, сіздерге сразу көрініп тұратын болады. Не дәл осылай әп-әдемі қылып тігіп аласыздар. Дәл ана дельфин сабағын алатын болсаңыздар, дәл осы қоқиқаз сіздерге 2 размерде бонусқа берілетін болады.